Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.ulaskan атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сабақ сіздерге қалай болып жатыр? Ауыр болып жатқан жоқ па, қиын болып жатқан жоқ па, түсінбей жатқан жоқсыздар ма? Қалай болып жатыр? Жалпы комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Енді бұл информацияны бір көргеннен кішкене ауырлау болуы мүмкін. Бір 2-3 күн араға уақыт салып, тез қайталап қарап жіберіңіздер, және де сразу жасап кетіңіздер. Бұл жерде негізі жасалатын іс өте оңай, бірақ айтылған кезде өте көп сияқты көрінеді. Түсінікті ғой, жасаған кезде өте оңай. Енді қараңыздар, мен мысалы алдыңғы сабақты мен қазір қайталап өтетін боламын. Яғни қайталап өту дегенде бұл жерде мен сіздерге қолмен есептеу, алдында мен Excel форматпен көрсеткен болатынмын, енді қазір қолмен есептеп көрсететін боламын. Калькулятормен кәдімгідей есептеуге болады. Енді қараңыздар, мынау біздің кәдімгідей позициямыз, ашық тұрған позициямыз. Мысалы 95 мыңда бізде ашылатын болса, мынау біздің ликвидациямыз. Енді біз не істейміз осы жерде? Мысалға мына жерде міне жазып та қойдым, егер оқимын десеңіздер, Вот қараңыздар. Қарапайым, біз сол кезде де істеп көрген болатынбыз. Міне бірінші страховканы жасау үшін не істеу керек дейді? Ликвидацияға, яғни міне 92 мың ликвидация деген мынау, 92 мыңға плюс 50 деген сан қосамыз. Біздің стратегия тек қана есептен тұрады негізі. Осы 50 деген санға қосамыз, сол кезде бізде бірінші страховка ашылады. Яғни 92 мың болатын болса, 50 қоссақ, 92 мың 50 болады. Яғни біздің бірінші страховка ашылды. Енді екінші страховканы ашу үшін қалай жұмыс жасаймыз? Екінші страховканы ашу үшін мынау цена входа мен цена ликвидацияны не істейміз? Алып тастаймыз. Бұл лонг позициясында ғана. Яғни алып тастаймыз. Шыққан санды, одан шыққан санды не істейміз? Бөлеміз. Қараңыздар, мысалға міне 95 мыңнан 92 мыңды алып тастаймыз. Шыққан сан бізде 3 мың деп тұр, яғни арасында. 95 мыңнан 92 мыңды алып тастасаңыз 3 мың шығады. Сол 3 мыңды не істейміз? 2-ге бөледі екенбіз. 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлген кезде бізде 1000 деген сан шығып тұр. Осы 1000 деген санды жазып аласыздар. Бұл 1000 деген сан не керек? Бізге керек сан. Түсінікті ғой? Енді қалай істейміз? Бізде бірінші страховка ашылып қойды, бірінші страховка. Осы бірінші страховкадан, уже позицияны ұмытамыз. 1000 деген санды біліп алғаннан кейін. 92 мың 50-ға 50-ден минус 1000-ды алып тастаймыз. Және де сол 1000-ды алып тастаған санға плюс 70 деген санды қосамыз. Түсінікті ғой? Сол кезде 90.620 деп шығып тұр. Яғни бұл біздің екінші страховкамыз деген сөз. Түсінікті ғой? Бірінші страховкаға былай айтқанда 70 деген санды қосамыз. Түсінікті ғой? То есть бірінші алып тастаймыз 1000 деген санды. Алып тастағаннан кейін 70 деген санды қосып, сол шыққан санды не істейміз? Цена UZT деген жерге апарып, жазып, не істейміз? Ашады екеміз, астына өзіміздің суммамызды жазамыз, ақшаларымызды теңдей бөліп алған. Енді қараңыздар, мына жерде, например, дәл солай көрсетіп қойдым. Мысалға, елестетіңіздер, мынау бірінші страховка, міне, мынау ақта тұрған 92.50-де мен бірінші страховка. Енді мен екінші страховканы шығару үшін сол 92.000 калькуляторға жазсаңыздар болады, 92.050 минус 1000, плюс 70, сол кезде 90.620 деп шықты. Енді осы екінші страховкадан не істеймін? Үшінші страховканы жасау үшін осы екінші страховкадан 1000-ды алып тастаймын, плюс 70-ті қосамын, сол кезде 89.190 деп шығады. Сөйтіп, осы үшінші страховкадан алып тастаймын енді, төртінші страховканы жасау үшін. 1000 алып тастаймын, плюс 70 қосқан кезде 87.600 шығады, 87.760 шығады. И одан плюс
То есть одан тоже минус алып тастаймын 1000 жарымды, плюс 70 қосам, сөйтіп 86 мың шығады. Одан 6-шы страховканы шығару үшін минус 1000 жарым плюс 70. Сөйтіп бізде не болады? Шығады. Бізде жалпы дәл осылай есептеледі екен. Егер қазір бір рет қарап түсінбей жатқан болсаңыз, осы видеоны қайталап көрсеңіз болады. Негізі қиын емес, бір-екі рет есептеп жазған кезде үйреніп кете саласыз. Міне, суммасы тура солай. Мысалы 2000 мен позиция ашсаңыз, 2000-ға бірінші страховка қоясыз, одан кейін 2 реттен, яғни 2 есе көбейтіп отырасыз. Екінші страховкаға 4000, үшінші страховкаға 8000, одан кейін 16000, 32000 деген сияқты. Бұл жалпы Binance берген ақшамен қосып көбейтіліп есептеліне береді. Басында сіздер ең бастысы 64-ке бөліп алған болсаңыздар, ішіндегі ақшаларыңыз точно жетеді, бастапқы ақшамен бастаған кезде. Жалпы лонгқа есептеу сабағы осы, келесі сабақта шортқа есептеп көрсететін боламын.